Жасанды интеллект боттарын жасап ақша тапқыңыз келсе, сізде екі таңдау бар. Осындай платформа арқылы код жазып жасасаңыз болады, немесе мына платформа арқылы N8N деп аталады. Кодсыз жасауға болады да. Кез келген адам жасай алады. Мына жерге плюсикке басасың да, өзің құрастыра бересің ботты, код жазбай, просто мышкамен. Мына жерден триггер дегенді таңдайсың. Триггер әртүрлі болуы мүмкін, WhatsApp болуы мүмкін, Instagram, Telegram әртүрлі. Осылай таңдайсың да, содан кейін агент қосасың. Искусственный интеллекттің агенті. Агент мына қызыл жанып тұр бірақ. Сол үшін оған модель беру керек. Мысалы, ChatGPT, басқа деген сияқты. Біз ChatGPT таңдаймыз. То есть GPT, OpenAI дейді. Сосын бізге память қосу керек, simple memory, чтобы агент жасанды интеллект ұмытып қалмау үшін біздің не айтқанымыз туралы. Содан кейін мына құрал береміз. Біз Gmail құралын береміз, чтобы біз почта жіберу үшін. Бірінші алдын ала Google аккаунтпен кіру керек мынаған басып. Сол кезде сіздің почтаңызға доступ бересіз агентке, жасанды интеллектке. Мына жерге бетіп бассаңыз, жасанды интеллект өзі таңдайтын болады, не істеу керек екенін, өзі ойланады да, өзі сіз үшін жібере ма, хатты ала ма, өзі таңдайтын болады. Мінекей біздің ботымыз дайын. Біз деген тестировать етеміз. Мына жерге хат жазамыз, команда береміз. Мысалы, хат жаз деп жібереміз да, белгілі бір кісіге осындай хат жаземыз. Сол кезде жасанды интеллект сіздің почтаңызға кіреді да, Gmail болсын, басқа болсын. Бұл жағдайда, бұл мысалда Gmail. Көрдіңіздер, жұмыс істеп жатыр. Команда бердік, ол почтаны жіберіп жатыр. Қазір Gmail-ға почтаға кіреміз де тексереміз, отправленныйға кіріп, қараймыз, шынымен де жіберді ма. Көріп отқаныңыздай, хатты жіберді, бәрі жасапты. Бұл деген кодсыз жасаңыз, тезсіз бірнеше секундта